Адам баласы тамақ ішуге дастарханда отырғанда үйінде таңда болсын, түсте болсын, кешке болсын, адам баласы тамақтануға отырады. Ал біздің көбінесе көп отбасыларында тамаққа отырған кезде тәрбие басталады. Сен бүгін неге бүйтпедің? Сен неге сөйтпедің? Сен анан неге бүйтпедің? Мына неге? Ана тамақ ішуге келген адам сонда қандай тамақ ішеді? Ана тамақпен бірге оның ішіне не кіреді? Өкпе кіреді, реніш кіреді, жаңағы тіпті басқа да бір ауыр заттар, ауыр сөздер кіреді. Сонда адамның ішкен тамағы бойына қандай жағдайда сіңеді. Сол адам содан тіпті ауру табуы да мүмкін. Сондықтан тамаққа отырған кезде тек жақсы сөйлеңіздер, жақсы затты естеріңізге алыңыздар, күліп ойнап ішіңіздер. Тіпті күліп ойнап ішпесеңіз үндемей ғана ішіп тұрып кеткеніңіз дұрыс болады. Өйткені ас адамның арқауы деп, аспен бірге сіздің ішіңізге де